Жалпы елбасымыздың осы алфавитке латын қарпіне көшу туралы жарлыққа қол қою ағайындар, ол біздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі ең ұлы бастамамыз, ең ұлы қадамымыз болып табылады. Неге? Өйткені тіл тәуелсіз болмайды, тіл еркіндік алмай, ел тәуелсіз болмайды. Оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Біздің қазақ елі қоғамы екіге жарылып отыр. Орыс тілділеріміз тіпті қазақ тілділерден артып барады. Оны айтасыз, кешегі тәуелсіздік алған кездегі жастар мен бүгін жастардың орыс тіліне ынтығушылығын білдірсек, бүгін тілден артып барады. Ол бір басты айдаһар болса, қазір 3 басты айдаһар шықты. Қытай тілін меңгеріп жатқандар, сол жаққа әдейі арнайы түрде қазақтың байшыкештерін жіберіп жатқандар қаншама. Ағылшын тілін болса болмаса. Міне осындай кезде елбасының мынандай қадамға бару, бұл ұлы шаруаның ешқандай қиындық жоқ. Бірақ бұның астында үлкен саяси, ұлттық, жаңағы сіздер айтқан мәңгілік ел идеясы тұр. Мәңгілік ел болсын, алдымен тілің керек, дыбысың керек. Дыбысың болмаса тіпті мынау орысша сөйлейтіндерді байқайсыздар ма? Олардың түрі де өзгере бастайды. Ана дүние таным психологиясы бұлай ғой, түрі де кете бастайды. Сондықтан түрімізді, ұлттық құндылықтарымызды, асыл болмысымызды сақтау үшін, ұрпаққа бірдеңе қалдыру үшін мынаған тез арада кешуіміз керек. Және әрқайсымыз осының ұраншысы, жүзеге асырушысы болуымыз керек ағайындар. Рахмет.